бүгінгі сабақтың тақырыбы мақсаты мынандай екен. Судың қасиеттерін анықтаймыз, қазір барлығын тәжірибе жасаймыз. Одан кейін судың үш күйде болатынын түсінеміз және бірден екінші күйге ауысуды зерттейміз. Құндылықтар бастаған істі соңына дейін жеткізе білу, айқындылығы, әділдік және жауапкершілік айы, яғни әрқашанда әділдікте болу. Енді сабағымызды бастамай тұрып үш сұраққа жауап берейік. Бірінші сұрақ: су тіршілік көзі дегенді қалай түсінесіздер? Кім айтып береді? Су тіршілік көзі. Кім қалай түсінеді? Иә, өйткені біз сусыз өмір сүре алмаймыз. Тағы суды біз сусыз жүре алмаймыз. Иә, ішеміз. Күнделікті су қолданасыңдар ма? Иә, менің апам судан бірнеше жасайды. Иә, судан көп нәрсе жасауға болады. Мына күнделікті сабаққа не алып келесіңдер? Сусыз өмір сүре аласыңдар ма? Бірақ күзгі сулар да бар. Айта ғой. Су түссіз, иіссіз, дәмсіз. Я, бірге кетеміз, сұраққа да өтеміз. Сұрақ келесі, суды қалай пайдаланасың? Кім айтады? Күнделікті неше рет пайдаланасыңдар, немесе қалай пайдаланасың? Я, ішеміз. Я, өмір сүре алмаймыз. Сумен жуынасыңдар. Азада тұрғанда су керек пе? Үш сұраққа жауап берді, формуланы біледі. Су барлық тірі ағза құрамында кездеседі. Мысалы, қан немесе шырынның негізгі құрамы судан тұрады. Кәдімгі құрғақ өсімдік дәнінде белгілі мөлшерде су болады. Кейбір теңіз жәндіктері, мысалы, медузаның 98% судан тұрады. Жер, әлемнің ауа қабатында су шағын көлемдегі тамшылардың түрінде бұлт пен тұман және буда болады. Конденсацияланған тұздар атмосфералық жауын-шашындар ретінде ауа қабатынан шығарылады. Ал мына құрлықтар, жақсы көріп тұрмыз ба? Құрлықтардың барлығы мына жер. Біз өмір сүріп жатқан жер. Ал мына қалай су құймаса су құймаған бірге екеуін салыстырған кезде жағдайда көріп тұрсыңдар, яғни сусыз өсімдіктер де өмір сүре алмайды. Ағаштар да өйткені су не дейді? Барлық ағзаны құнарландырып, оған күш беріп тұратын осы не екен? Су. Енді оқушылар, біз сендермен бірге тәжірибе жасайтын боламыз. Қалай? Судың қасиеттерін анықтаймыз. Пішіні жоқ дейді. Судың. Дәлелдеп көреміз бе? Мысалға, мына суда көріп тұрсыңдар ма бір пішінді? Жоқ, иә? Мына жерге құйған кезде пішін не істеп кетті? Өзгеріп кетті. Яғни судың ешқандай да пішіні жоқ. Ол қаншалықты кіші затқа құйсаң да, немесе үлкен затқа құйсаң да, оның пішіні өзгере береді. Міне, мына суреттегі сияқты, тіпті үлкен ыдысқа құйсаң да ол су, кішкентай бөтелкеге, стаканға, немесе мына сендер ішетін ыдысқа құйсаң да, судың пішіні өзгермейді. Яғни оның пішіні жоқ, я өзгереді дейді. Келесі, су мөлдір дейді. Оны қалай анықтаймыз? Мысалға, екі ыдысқа, бір тұр су, иә. Енді екінші ыдысқа мен су құйып көрейін. Мынау қандай түсті? Қоңыр, иә. Сіздер түсін ажыратып тұрсыңдар уже. Ал мына түсін айта аламыз ба? Ақ па? Ақ деген қандай болады? Мөлдір. Судың түсі мөлдір. Судың түсі жоқ, яғни мөлдір. Ал мынаның түсін айтып тұрық, иә? Сонда салыстырдық, су мөлдір екен. Енді оны қалай білдік? Қасықты көрейікші. Қасыққа. Көрсе қасық көрініп тұрмасында? Көрініп тұр, яғни мөлдір екені дәлелденді. Ал мынаған салыстырып көрсек.
Көрініп тұр ма? Көрініп тұрған жоқ. Енді келесі дейді. Келесі бізде қасиеті таза суға жұмыртқаны егер салып көрген кезде ол басып кетсе, ал тұз араласқан суға суды жұмыртқаны салған кезде ол баспай қалып тұрады екен. Ертең зерттеп беріңдер, иә? Келесі судың қасиеті еріткіштігі. Келші Тәңірберген екеуміз тәжірибе жасайық. Қолыңда не тұр? Енді мен оған енді одан кейін менің қолымда міне тұз бар. Қазір Тәңірберген осы тұзды қасықпен мына суға салады. Сол кезде тұз астында қалады, еріп кете ма көреміз, иә? Көреміз. Тұзды сал, толтырып салады. Енді араластыр, болады осы Тәңірберген. Араластыр. Үйге қақтырмыз. Жоқ болып кетті ма? Араласып кетті ғой. Араласып кетті ма? Кішкене көрініп тұр ма? Онда араластыру керек тағы да, иә? Енді мына тәжірибеде не байқадық? Тұз не істеп кетті? Еріп кетті. Сонда судың тағы бір қасиеті қандай? Еріткіштік қасиеті бар. Енді біз ас содасын саламыз. Араластыра қойып. Араластырамыз. Не істеді? Жоқ болып кетті, иә? Яғни суға қандай зат салсақ та, қант, тұз, ас содасын салсақ та не істеп кетеді екен? Еріп кетеді. Қасиеті қандай? Еріткіш. Жарайсыңдар, болды. Біз жаңа қандай қасиеттерді көрдік? Тағы да бір атап шығайық. Судың несі жоқ? Пішіні жоқ. Ол қандай затқа құйсаң да өзгере береді, иә? Енді келесі қасиеті қандай? Мөлдір, яғни су мөлдір екен. Келесі судағы, тұзды суда зат не істейді? Еріп кетеді, қалқып кетеді. Ал таза суда ол батып кетеді, иә? Жаңа ғана зерттеген тәжірибеміз қалай? Су еріткіш, яғни не салдық жаңа? Сода тұзын еріп кетті ме екеуі де? Иә. Енді келесі біз қандай? Судың тағы да қандай түрі? Кәдімгі су болса да, бұл туралы деректер өте көп. Мысалға, су 0 градуста қатады. Яғни, сендерге уже ауа райында 0 градусқа су болса, 0 градус болса, уже су қатады. Мынаны далаға шығарып қояйықшы, су уже қатып қалады. Мұзға айналады, яғни. Ал 100 градус ыстықта қайнап кетеді. Сендер үйде шай ішесіңдер ме? Апаларың немесе аналарың шай қойып береді? 100 градуста су қайнап шығады. Екінші дерек, әлемдегі ең терең көл. Қандай көл? Байкал көлі. Ең терең, жатталаңыздар. Адамның батып кетеді. Енді келесі дерек, су дейді. Тұщы және тұзды болып бөлінеді. Яғни тұщы су дегеніміз ол ешқандай
шашып, төгіп, әр нәрсеге босқа ысырап жасап қолдануға болмайды. Өйткені су бізде тіршілік көзі болып табылады. Сусыз адамдар да, жануарлар да, міне өсімдіктер де өмір сүре алмайды. Су бізге ауадай. Ауа бізге қалай қажет? Су да дәл солай қажет екен. Түсінікпе? Болды. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.